Назарларыңызға 500 дней лета фильміне қысқаша мазмұндама. Фильмнің басты кейіпкері Том Хансен, романтик жігіт. Ол махаббатқа сенеді. Бір күні ол жұмыс орында жаңа қыз Саммер Финнмен танысады. Том оны көрген сәттен бастап ғашық болып қалады. Бірақ Саммер махаббатқа сенбейтін, еркіндікті сүйетін қыз еді. Олардың арасында ерекше жылы қарым-қатынас орнайды. Бірге серуендейді, музыка тыңдайды, күледі. Бірақ уақыт өте келе Саммер Томмен болашақ көрмейтінін айтып, одан алыстайды. Фильм Том мен Саммердің қарым-қатынасының 500 күнін ретсіз тәртіппен көрсетеді. Танысудан бастап айырылысуға дейін. Соңында Том түсінеді, кейде адамдар біздің тағдырымызға ұзақ болу үшін емес, бірге өмір сабағын үйрену үшін келеді. Фильм махаббаттың шынайылығы, айырылысу мен өзіңді табу туралы әдемі өмірлік туынды.